Ал енді қараңыздар, жалпы бізде компанияда қазіргі таңда бүкіл сет саласында істегені бар, істемегені бар, келіп командасымен келіп қосылып, аптасына өмірінде сетевойда істеп көрмеген кісілер 300 мыңдап, 400 мыңдап табыс тауып отқан маркетинг планын сызып берем. Қазақстан нарығында дәл мұндай маркетинг бірде-бір компания жоқ. Если келісетін болсаңыз, давайте салыстырып көрейік, іздеп көрейік, барлығы прозрачный. Қараңыздар, жалпы бізде компанияда ең басында 3 айырмашылықты айтайын. Білесіздер, ең біріншісінде любой компанияда сізде тіркелген кезде 2 команда болады. Сол жақ және де оң жақ. Сізде бір жақ командаңызда 10 адам, 100 адам, 1000 адам оборот кетіп жатыр, 50 мың доллар, 100 мың доллар, миллион, даже миллиард доллар оборот болса да, бір жақ командаңызда, екінші жағыңызда бірде-бір адам жоқ болса, сізге бір тиын ақша төлемейді. А бізде дәл осылай сізде ғана бір-ақ ветка, яғни бір команда ғана жұмыс жасап жатыр ма, екінші жағыңызда бірде-бір адам жоқ болса да, сіз осы бір команданың өзімен 42 миллион теңге табыс алып шыға аласыздар. Ол бірінші айырмашылық. Екінші айырмашылық, бір адам компанияға келіп тіркеле ма, жоғарыда тұрған 12 адамға табыс түседі. Еш нәрсе бір-бірімен теңеспейді. Ешқандай емес, просто структурный бонус. Бір адам келіп тіркелді, 12 адам табыс тапты. Бір адам тіркелді, 12 адам табыс. Бізде жалпы осы структурный бонус сіздің тіркелген пакетіңізге байланысты түседі. Егер сіз 30 мың теңгемен тіркелген болсаңыз, сіз тіркелдіңіз ғой міне. Бірінші линия, мына жерде екінші линия, и одан кейін үшінші линия. Үшінші линия мына жердегілер. Сіз уже 30 мыңға тіркелген адам бірінші линия мен үшінші линияға дейін структурный бонус алады. Сізде 4-ші линия, 5-ші линия, 6-ші линия тіркеліп жатыр ма, сізге бір тиын структурный бонус түспейді. Өйткені сіздің тіркелген пакетіңіз ол 30 мың теңге. Осы дәрежеге жеткен кезде сіз не істейсіз? Ақша түсіп жатыр, уж тоқтайды ғой. Ары қарай 30 мыңның үстіне тағы 30 мың қосып, пакетіңізді 60 мың теңгеге көтеріп алсаңыз, уже сізде 4-ші линия, 5-ші линия, 6-ші линия қосылады. 6-ші линия қосылды, сіз уже табыс түсіп жатыр, 6-ші линия бітті, 7-ші линия басталып жатыр ма, сізге бір тиын ақша түспейді. Өйткені 60 мың теңгелік пакетте тұрған адам ол 6 линиядан ақша табады. Сіз осының үстіне тағы 90 мың теңгеге 3 жантағы алып, пакетіңізді 150-ге көтердіңіз ба, уже сізде 7, 8, 9-ші линия, то есть бірінші линиядан 9-ші линияға дейін структурный бонус аласыз. Ал кімде-кім 300 мың теңгелік пакетке тіркелді, либо мына жерде 150-ден кейін тағы 150 қосып пакетіңізді 300-ге көтердіңіз ба, сіз бірінші линиядан 12-ші линияға дейін структурный бонус аласыз. Осы аралықта 7 миллиард 971 миллион теңге структурный бонус жатыр, тауып шығуға болатын. Сонда чисто даже командаңызға тіркелген адамдарға да ойбай пакетін 30 мыңға кеп қосылсын, бастасын, табыс табады, табыс түсу тоқтаған кезде уже адамдарға пакетіңді көтер, үйт-бүйт деп айтпайсыз. Өзі үшін ақша түсіп жатыр, тоқтады, ойбай не болып жатыр деп сұрайды, қызығады. Сіз түсініп бересіз, сіз осы 3 линиядан 30 мыңға дейін табыс табасыз, ары қарай табыс түспейді. Ол адам 30 мыңға 30 мың қосып, жайлап отырып пакетін көтеріп 12 линиядан алса болады, немесе бірден 300 мыңға тіркеліп 12 линиядан структурный бонус алсаңыз болады. Кеп тіркелдіңіз, сізден тараған командада 12-ші линияға дейін кім қандай пакетпен тіркеліп жатса да сізге 1000 теңге, 2000, 5000, 10 мың теңгеден түсіп отырады. Ол екінші айырмашылық. Және ең басты айырмашылығы жалпы компанияда статустар автобонус, турбонус, квартирный бонус Қазақстандағы ең аз оборотпен ашылатын болады. Жалпы бізде компанияда 4 түрлі пакет бар. Яғни сіз жаңағыдай клубный система жантақ. Сіз 4 түрлі пакеттің біреуін таңдап бизнес бастай аласыз. Ең біріншісі ол 30 мың теңге тұрады. Өзіңіз қалаған бір өнімді бір жантақ алатын боласыз. Немесе екінші пакет 60 мың теңге тұрады. Сізге 2 жантақ беріледі. 60 мың теңгемен бизнес бастасаңыз болады. Немесе 150 мың теңгелік пакет бар. Сізге 5 түрлі жантақ беріледі. Немесе ең үлкен пакет 300 мың теңгелік VIP пакетпен бастауға болады. Өзіңіз қалаған жерде 10 өнімді таңдап аласыздар. Осы 4 түрлі пакет бар. Ал енді қараңыз, жалпы бізде компанияда PV, CV, KV, GV, DV, анау-мынау дейтін нәрсе жоқ. Тапқан табысыңыз барлығы теңгемен, оборотта теңгемен түседі. Одан бөлек жаңағыдай менеджер, директор бір нәрсе дейтін статустар жоқ. Жалпы бізде компанияда 3 түрлі табыстың түрі бар. Ең бірінші табыстың түрі ол реферальный бонус, яғни адам шақырғаның үшін. Сіз 30 мың теңгемен тіркелсеңіз де, 60 мың теңгемен тіркелсеңіз де, 150 мың теңгемен бизнес бастасаңыз да,
300 мыңмен бизнес бастасаңыз да разницасы жоқ. Реферальный бонус ол 20%. Яғни, мысал ретінде айтайық, сіз келіп компанияға міне 30 мың теңгеге тіркелдіңіз дейік, міне 30 мыңға тіркелдіңіз. Мына жерге бір адамды шақырдыңыз. Ол да 30 мың теңгемен тіркелдік. Сізге осы адамды шақырған үшін 20%, яғни 6 мың теңге реферальный бонус бірден төленеді. Сіз даже өзіңіз 30 мың теңгеге тіркелдіңіз, шақырған адамыңыз мен үлкен пакет 300 мың теңгемен тіркелем дейтін болса, бұл адамды шақырған үшін разницасы жоқ, 20%, яғни 60 мың теңге реферальный бонус ол бірден төленеді. Басқа компанияларда кішкентай пакетпен кіргендерге 5%, 10%, 15%, 20% деп қойса, бізде разницасы жоқ. 30 мың теңгенің өзімен 300 мыңмен тіркелсең де, 30 мыңнан 300 мыңға адам шақырсаң да, 300-ден 30-ға шақырсаң да разницасы жоқ. Қай пакетпен тіркелсеңіз де реферальный бонус ол 20%. Түсінікті ғой, ал енді үлкен пакеттің преимуществосы неде? Неге 30-бен не болмаса 300-бен бизнес бастағанның қандай пайдасы бар десеңіз, бұл жерде разницасы жоқ. Тек 300 мың теңгенің преимуществосы ол, кім 300 мың теңгемен тіркелсе, олар 20-60 деген бізде тройной реферальный бонус алады. Ол қалай? Сіз 300 мыңға тіркелдіңіз, сіз бір адамды шақырдыңыз мына жерге, бірінші адамды. Бұл адам 30 мың теңгемен тіркелді ма, сізге 6 мың теңге реферальный бонус бірден төленеді. Сіз екінші адамды шақырдыңыз, міне екінші веткаға қойдыңыз. Сізге бұл адамды шақырған үшін 6 мың теңге тағы түсті. Осы жерде кімде-кім 300 мың теңгемен тіркелген адам, үшінші лишнигінен, яғни үшінші тіркелген адамнан 60% реферальный бонус аласыз. Сізге міне үшінші адам келді. Сіз бұл адамды өзіңізге лишний қылып, мына адамның бір қолына бетіп перелиппен тастап беретін болсаңыз, бұл адам мысалы 300 мың теңгеге тіркелсе, сіз осы үшінші лишникті шақырғаныңыз үшін 180 мың теңге реферальный бонус аласыз. Яғни, кімде-кім үлкен пакетке қосылады, үшінші лишниктен, 6-шы лишниктен, 9-шы лишниктен, 12-шы лишниктен, 15, то есть каждый шақырған үшінші лишнигіңізден 60% реферальный бонус алып отырсаңыз болады. Ал жарайды, сіз шақырған адамыңыз 30 мыңға тіркелді, екінші шақырған адам 30 мыңға тіркелді, үшінші шақырған адам жарайды 300-ге тіркелген жоқ, ол тоже 30 мыңға тіркелді дейік. 30 мыңға тіркелген кезде сіз 6 мың емес, 60%, 18 мың теңге алдыңыз, кейін бұл кісі жайлап пакетін 30-дан 60-ға, 60-дан 150-ге, 150-ден жайлап отырып пакетін әр көтерген сайын сіз 60% разницасын алып отыратын боласыз. Сонда 300 мыңмен үшінші лишник тіркелетін болса, бірден 180 мың теңге аласыз. Ебілей ол адам жады жайлап пакетін көтергеннің өзінде түбі сіз 3-ші, 6-ші, 9-ші, 12-ші лишниктеріңізден түбі 60%, яғни 180 мың теңгеден алып шыға аласыздар. Қараңыздар, үлкен пакеттің преимуществосы осы жерде. Бізде компанияда основной доходты беретін нәрсе ол структурный бонус. Жалпы структурный бонус дегеніміз қалай? Қараңыздар, мен мынаны өлшей берейін. Жалпы структурный бонустың кереметтілігі сол, Қазақстандағы жалғыз компания бір ветканың өзімен төлейтін. Қараңыздар, любой компанияға бар тіркелдіңіз, мынау сіз. Сізде екі команда бар. Мына жақ сол жақ, мына жақ оң жақ. Любой компанияда сізде ойбай жаным-ау кел жаңағыдай. Любой компанияға барсаңызда, любой адам сіздің не істейді, бір жақ командаңыз жасап береді. Любой компанияда мысалы сол жақ командаңыз білесіздер, бит кетіп жатыр, мынау адам, оның адам былайынан. Қараңыздар, кетіп жатыр, сіз шақырған, оны шақырған, былай структура кетіп жатыр. Мін бір жақ командаңыз кете береді, оборот кетіп жатыр, мына жағыңызда бірде бір адам жоқ дейік. Сізде мына жақ командаңызға хоть миллион, миллиард теңге оборот болса да, сізге компания бір тиын ақша төлемейді. Неге? Сіздің бір жағыңыз кетіп жатыр ма, ол кете береді. Екінші жағыңа адам бит тіркелгенде ғана саған табыс түседі. Ар жағың жұмыс жасағанда ғана саған ақша түседі. А бізде компанияның преимуществосы осы жерде. Сізде бір жақ командаңыз жұмыс жасап жатыр ма? Екінші жағыңызда бірде бір адам жоқ па? Сіз осы бір ветканың өзімен 42 миллион теңге табыс алып шыға аласыз. Бізде компанияда қараңыздар, бізде
табыс бір ножка, яғни сіз кеп тіркелдіңіз, бір жақ командаңыз жұмыс жасап жатыр ма, бір жағыңызда бірде-бір адам жоқ па? Осы бір команданың өзімен сіз бірінші линиядан 12-ші линияға дейін табыс табасыз. Ал енді қараңыз, мысал ретінде деп айтайық, мына жақ команданың астынан келеді дағыны бір адам 30 мың теңгеге тіркелді. Ал енді қараңыз, жоғар жағында тұрған 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 дейік. Міне, бір адам 30 мың теңгеге тіркелсе, жоғар жақта тұрған 12 адамның әр қайсысына 1000 теңге, 1000 теңге, 1000 теңге, 1000 теңге, 1000 теңге, 1000 теңге, 1000 теңгеден 12 адамға структурный бонус төленеді. Қараңыздар, бір адам тіркелді, бинардағыдай баяғы недегідей емес бұл. Бір адам просто келіп тіркелді ма, 12 адамға осы структурный түседі. Бір адам келіп тіркелді, төбесінде тұрған алғашқы 12 адамның әр қайсысына табыс түсі. Сонда қараңыздар, бірінші линиядан 12-ші линияға дейін ақша төленеді. Енді қараңыздар, тіркелген адам 30 мыңмен тіркелсе, жоғарда тұрған 12 адамның әр қайсысына 1000 теңге, 1000 теңге, 1000 теңге, 1000 теңге, 1000 теңгеден табыс түсіп шығады. Ал енді қараңыз, ал мына жақ команданың астынан сіз шақырған, жалпы сізден тарап тұрды, мынау сіз. Сізде мына жақта адам жоқ. Мына жақ командаңызда келеді дағыны, мына жақ команда астынан біреу, мен 60 мың теңгемен тіркелем дейді. Мына жерге кеп тіркелді. Ал енді қараңыз, 60 мың теңгемен тіркелді ма, жоғарда тұрған 12 адамның әр қайсысына 2000 теңге, 2000 теңге, 2000 теңге, 2000 теңге, 2000 теңгеден 12 адамға табыс түседі. Анау командаңыздың астынан бір адам келіп, 150 мың теңгелік пакетпен тіркеледі ма, жоғарда тұрған 12 адамның әр қайсысына 5000 теңге, 5000 теңге, 5000 теңге, 5000 теңге, 5000 теңге, 5000 теңгеден 12 адамға табыс түсіп шығады. Ал егер тіркелетін адам, мына команданың астынан біреу келіп VIP пакетпен тіркелді ма, жоғарда тұрған 12 адамның әр қайсысына 10 мың теңге, 10 мың теңге, 10 мың, 10 мың, 10 мың, 10 мың, 10 мың теңгеден 12 адамға табыс түсіп шығады. Ал енді қараңыздар, сіз кеп тіркелдіңіз, сіздің мынау бір жақ командаңыз кетіп жатыр дейік. Бір жағыңызды ол спонсор жасап береді. Сіз келіп тіркелдіңіз, бірде-бір адам шақырып үлгермесеңіз де, адам таппай жатқанның өзінде де, сіздің мынау бір жақ командаңыз спонсорский ветка болып кетеді. Сонда сіз бірде-бір адам шақырмаған күннің өзінде бір жақ командаңыз кетіп жатыр ма, сіз осы бір жақ командамен кім қандай пакетке тіркеліп жатыр, сізге келіп структурный бонус түсе береді. Сонда бір жақ командаңыз жұмыс жасап жатыр ма, екінші жағыңызда бірде-бір адам жоқ па, сіз осы бір команданың өзімен кім қандай пакетке тіркеліп жатса да кеп түсіп жатыр ғой. Сонда бір ветканың өзімен сіз осы компанияда 42 миллион теңгеге дейін табыс алып шығасыз. Ал егер сіз бір-ақ командаңыз жасап жатыр ма, чисто табыс табасыз. Бірақ турбонус, автобонус, квартирный бонус деген статустарды естисіз, ашпайсыз. Былай қарап отырсаңыздар, бізде бірінші линиядан 12-ші линияға дейін ғана ақша төленеді. 13-ші, 14-ші линиядан ақша төленбейді. Бірақ көп кісілер ойлайды, ойбай, мына жерде 12-ші линияға дейін аз ғой дейді. Бірақ сіз осы командамен идеально 2, 4, 8 деп 12-ші линияға дейін жақсылап жұмыс жасайтын болсаңыз, осы аралықта кім қандай пакетпен тіркелсе де сізге түсетін ақшаның мөлшері 7 миллиард 971 миллион теңге ақша жатыр осы жерде. Осыншама структурный бонус жатыр, который тауып шыға алатын. Қараңыздаршы, үлкен мынау 7 ұрпағыңа жететін үлкен ақша жатыр. Ал енді қараңыздар, сізде компанияда бір веткамен жұмыс жасайтын болсаңыз, чисто табыс табасыз, 42 миллионға дейін болды, ары қарай тоқтайды. 2 командамен жасайтын болсаңыздар, бізде компанияда 3-ші доход, яғни карьерный бонусты алып шыға аласыздар. Ал енді қараңыздар, ол қандай бонус? Енді қараңыз, бізде ол жаңағыдай өзі компанияда PV, CV, KV, GV, DV дейтін жоқ. Или болмаса жаңа басқа компания ұқсап, біздерде жаңағыдай нелер жоқ. Менеджер, директор, 3 жұлдызды директор, мынандай директор, короновый бриллиант, бір нәрсе дейтін нәрселер жоқ. Бізде жалпы компанияда бар болғаны 3-ақ қана статус бар. Ең бірінші статус ол турбонус. Яғни шет елге саяхат. Турбонус орындаған кезіңізде, бірінші статусты ашқан кезіңізде, компания сізге 3 миллион теңге премия береді. Екінші статус ол бізде компанияда автобонус. Автобонус статусын жапқанда компания 15 миллион теңге премия береді. Ең соңғы статус ол бізде компанияда квартирный бонус.
квартирный бонусты орындаған кезде 45 миллион теңге сіздерге не беріледі? Квартирный бонус беріледі. Ал енді қараңыздар, бұл статустарды ашу үшін не істеу керек? Сіз компанияға келіп тіркелдіңіз ғой. Сізде екі команда бар. Сол жақ және де оң жақ. Мысалы, бір адам шақырдыңыз, ол 30 мыңға тіркелді. Оның шақырған адамы 60 мың, біреу 150 мың, біреу 300 мың, біреу 30 мың, біреу 60 мың мін кетіп жатыр. Мына жақ командаңызда да солай. Біреу 30 мың, 300 мың, біреу 150, біреу 60, біреу 60, біреу 30 мін кетіп жатыр. Бұл жасалып жатқан обороттың барлығы бізде компанияда накопительный. Уақыттың шектеулігі жоқ. Ойбай, бір айда жаса, бір айда істе дейтін нәрсе жоқ. Накопительный жасап отқан мына командаңыздың оборотының барлығы накопительный. Мысалы, біреу 300-ге тіркелді, біреу 30-ға тіркелді. 300-ге 30 қосасыз, 330 мың, 390 мың болады, 400 мың, 500 мың осылай кете береді. Сонда қараңыз, сізде мынау сол жақ командаңыздан тараған сіздің шақырған адамдарыңыздың шақырған адамы, оның адам кете береді. Сонда ең бірінші статус турбонусты жабу үшін сізде сол жақ командаңыз 5 миллион теңге, оң жақ командаңыз міне полностью 5 миллион теңге накопительный, сонда сол жақ командаңыз 5 миллион теңге, оң жақ командаңыз 5 миллион теңге. Сонда екі командамен 10 миллион теңге накопительный оборот жасаған кезіңізде компанияда сіз ең алғашқы турбонус деген статусты ашасыз. Маркетингтан бөлек компания сізге 3 миллион теңге премия береді. Қазақстандағы любой компанияны алып келіңіз. Хоть классика, хоть бинарды алып келіңіз да. Любой компаниямен салыстырып бере аламын. Дәл қазір өзіңіз бұрын жасаған, не болмаса данный время жасап жатқан компаниямен де салыстырып көріңіз. Қараңыздар, 5 миллион теңге, 5 миллион теңге, 10 миллион теңге оборот жасағанда сіздің компанияңыз не береді? Бізде компанияда 10 миллион теңге жасалған оборотқа сізге 3 миллион теңге премия береді. Қазақстанда бірде-бір компания жоқ, 10 миллион оборотқа 3 миллион теңге премия беретін. Бізде компанияда клубтық жүйе болғасын, ол нәрсені бере алады. Аллаға сан шүкір, қаншама кісілер келіп жатыр. Бір аптада 3 миллионды орындап жатқан кісілер бар. Бір айда орындап жатқан кісілер бар. Мен өзім осы компаниямен проектмен жұмыс бастағаныма бар болғаны бір ай болды. Бір айда командамда 500 партнер бар. 2 күннің ішінде турбонусты орындап 3 миллион теңге премия алып қойдық. Одан бөлек менде бір айда командамда 7 адам осы турбонус жауып отыр. Қараңыздар, өте жеңіл. 5 миллион теңге, общий 10 миллион оборот жасағанда сіз бірінші статус турбонусты ашасыз, 3 миллион теңге премия аласыз. Енді сізде келесі карьерный рост, ол не? Ол автобонус. Келесі статус, ол автобонус. Автобонусты орындап 15 миллион теңге ақшалай алу үшін не істеу керек? Сізде міне екі командаңыз 5 миллион теңге жасады, 3 миллион теңге премия алдыңыз. Мына жасалған 5 миллион теңге ол күйіп кетпейді. Ары қарай үстіне қосыла береді. 5 миллион 100, 5 миллион 200, 6 миллион, 8 миллион, 10 миллион деп. Сонда автобонусқа жету үшін сізде компанияда сол жақ командаңыз 25 миллион теңге всего, оң жақ командаңыз 25 миллион теңге. Сонда сол жағыңыз 25 миллион, оң жағыңыз 25 миллион. Сонда общий командамен 50 миллион теңге оборот жасаған кезіңізде сіз бізде компанияда екінші статусты ашасыз, ол автобонус. Сізге компания маркетинг планынан бөлек 15 миллион теңге ақшалай премия береді, өзіңіз қалаған автокөлікті алу үшін. Ал енді қараңыздар, маған любой компанияны тауып беріңіздер. Қазақстанда бірде-бір компания жоқ. Бар болғаны 25 миллион, яғни 50 миллион теңге накопительный оборот жасап, 15 миллион теңге премия беретін бірде-бір компания жоқ. Любой компанияда, барлық сетевой компанияда автобонус бар. Бірақ сіз бар болған осы 10-15 миллион теңгенің автобонусын алу үшін сіз не жасауыңыз керек? Любой бинарный компанияда минимальный 250 миллион, 300 миллион, даже 400 миллион теңге оборот жасау керек, чтобы 15 миллион теңгенің тегін автобонусын алу үшін. Жасадық та, қанша компанияда, мен өзімде 3 компанияда үлкен автобонусты жаптым. Для этого бір компаниямда 268 миллион жасадым, бір компаниямда 343 миллион, бір компаниямда 491 миллион теңге оборот жасадым. Чтобы 10 миллион теңгенің автобонусын алу үшін. Ал енді қараңыз, бізде компанияда
бар болғаны оң жағың 25 миллион, сол жағың 25 миллион теңге, бар болғаны 50 миллион теңге оборотпен компанияда автобонус аласыз. Көрдіңіздер ма? Бізде, біз осы проектпен мен жұмыс бастағаныма Аллаға шүкір 1 ай болды. 500 партнер бар командамда. Ал енді қараңыз, менің спонсорым Кенже ханым. Компанияға келеді, 14 күннің ішінде турбонусты жауып 3 миллион теңге премиясын алады да, 28 күнде өзінің автобонусын алып отыр. Айнұр ханым, Кенже ханымның личнигі бар, шақырған Айнұр Исмаилова. 29 күнде автобонусты алып шығып отыр. Алла қаласа менде всего лишь бір 3-4 миллион теңге ғана оборот қалды. Алла қаласа менде де осы 1,5 айдың ішінде автобонус шығып жатыр. Одан бөлек менің командамда 2 личнигім автобонусқа келіп жатыр. Ал енді қараңызшы, дәл осы 1 айдың ішінде ойнап күліп автобонус алуға болады. Ал енді 25 миллион жасадыңыз, автобонус алдыңыз. Келесі сізде карьерный рост, ол қандай? Ол квартирный бонус. Не істеу керек? До этого жасап қойдыңыз, 25 күйіп кетпейді, 26 миллион, 27 миллион кете береді. Қашан сол жақ командаңыз 125 миллион теңге, оң жағыңыз 125 миллион теңге. Сонда общий командамен 250 миллион теңге оборот жасаған кезіңізде, сіз компанияда уже квартирный бонусты жабасыз. Компания өзіңіз қалаған пәтерді алу үшін 45 миллион теңге ақшалай премия береді, өзіңіз қалаған квартираны алу үшін. Бізде маркетинг план осы. PV, CV, KV жоқ. 30 мың теңгеге тіркелді ма, 30 мың теңге оборот. 300 мыңға тіркелді ма, 300 мың теңге оборот. Бүкіл жасаған оборотыңыздың барлығы, жасаған түскен табыстың барлығы теңгемен түсіп отырады. Каждый тапқан табысыңызды дүйсенбі күні өзіңіздің ИП счетыңызға, не болмаса Каспий голдыңызға вывод жасап, выводқа жібересіз. Табыс аптасына 1 рет, среда күні уже сіздің счетыңызға түседі. Ал енді қараңыздар, бізде жалпы компанияда ақша 12 линиядан төленеді. Енді есептейік. Енді қараңыздар, 12 линиядан төленеді. Жалпы компаниядағы полный осы 3-ші статус квартирный бонусты қанша уақытта жасап жетуге болады? Давайте минимальный мен есептейікші. Мен жаңағыдай максимальны, давай 300 бен 30 бен емес. Енді қараңыз, сіз тіркелдіңіз, сізде мынау 1-ші линияда қанша адам болады? 2 адам бар. Мынау 2-ші линияңызда қанша адам болады? 4 адам. 3-ші линияда 8 адам, 16 адам, 32 адам, 64 адам, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096 адам бар. Сізде ақша осы 12-ші линияға дейін төленеді. Сонда сізде 12 линияны толық жапқан кезде, мына жақ командаңызда 4096 адам, мына жақ командаңызда 4096 адам болады. Ал енді қараңыздар, осы адамдардың барлығы, давайте ең минимальный пакетпен есептейік. Бүкіл адам бізде не істедік? Бізде жаңағыдай 30 мың теңгемен тіркелді дейік. Енді қараңыздар, 30 мың теңге 4096 көбейтеміз 30 мыңға. Сонда сізде 122 миллион 800, яғни мына жақ командаңызда 122 миллион, мына жақ командаңызда 122 миллион теңге оборот болады. Сонда сіз 122 миллион. Даже ең кішкентай пакетпен 30 мың теңгемен команда жинау, команда құру өте жеңіл, 300 деп есептемей қойып. Соның өзінде 30 мың теңгемен өзімен 12 линияңыз толғанда сіз вес маркетинг планды почти не істейсіз. Квартирный бонус жабу үшін 125 миллион келеді. Сіз сонда әшін 30 мың теңгемен бизнес бастап отырып, команда құрып, бүкіл командаң 30 мыңмен тіркелген өзінде 12 линия толғанда сіз бүкіл компаниядағы 3-ші статус турбонусты да жауып шыға аласыз. Ал енді қараңыз. Давайте есептеп көрейік. Міне қараңыз. Любой адам сіз келіп тіркелдіңіз дейік. Міне сіз келіп тіркелдіңіз. Енді қараңыз. Мықты лидер болсаңыз, бір күнде компанияға 30 мың теңгемен, міне қараңыз. Бір күнде 2 адам шақыра аласыздар ма? Бір күнде 30 мың теңгемен 2 адам ойнап күліп шақырып келуге болады, егер сен мықты лидер болсаң.
Ал егер сен орташа лидер болсан, бір аптада сол жағыңа бір адам, оң жағыңа бір адам 30-30 мың теңгемен тіркей алуға болады. Жарайды, үйтіп есептемей қойықшы. Ойбай, сетевой бизнес жасаған жоқпын, істеп көрмегем, адам жай шақырам, анау мынау деп есептегеннің өзінде, сіз бір айда 30 мың теңгемен, любой адам бір айда 30 мың теңгемен екі адам шақыра алады. Қараңыз, сіз бірінші айда сол жағыңызға бір адам, оң жағыңызға бір адам шақырдыңыз, сізде не істеді? Бірінші линия толды. Міне, екі толды. Ал енді қараңыз, екінші, мына сіз шақырған адам, дәл сіз сияқты жай қимылдады дейікші. Ол бір айда өзінің астына екі адам шақырды, екінші адамыңызда дәл сіз сияқты бір ай жүріп, өзінің астына екі адам шақырды дейік. Сонда екінші айда 4 адам қосылды командаңызға. Бұл адамдарда дәл сіздер сияқты жай жүріп, мынау бір айда астына екі адам шақырды, мынау да бір айда екі адам шақырды, мынау да бір айда екі адам, мына төртінші адамыңызда бір айда екі адам шақырды дейік. Үшінші айда сізде үшінші линия жабылды. Дәл солай, төртінші айда төртінші линияңыз жабылады. Бесінші айда бесінші линия, алтыншы айда алтыншы линияңыз толады. Жетінші айда 7, сегізінші айда 8, тоғызыншы айда 9, оныншы айда 10, 11-ші айда 11-ші, 12-ші ай, яғни сізде бір жылда жай жүріп жасағанның өзінде 12 линияңызды бір жылда ойнап күліп толтыруға болады. Ал енді қараңыз, 12 линия толып деген сөз, барлық адам ол 12 линиядағылар 30 мың теңгемен тіркелді дейік. Сонда сол жағыңызда 122 миллион, неқта 122 миллион, сіз не істейсіз? Вес маркетинг планды ойнап күліп, жай жүргеннің өзіне бір жылда жауап тастауға болады. Ал енді қараңыздар, егер сіз біздің осы командаға қосылатын болсаңыздар, ойбай басқа компанияда не істейді? Любой адамға барыңыз, сізді пока ойбай командасына қосып алғанша, сізді тіркеп алғанша, 1 40 000 обещание болады. Ойбай кел, тіркел, мен сенің екі командаңа да көмектесем, мен сенің жағада үйтіп берем, бүйтіп берем деген құр уәде, құр нәрсемен сіздер тойдырады. Ал осы видеоны сізге жіберді ма? Бұл видеоны сізге жіберген адам, ол менің командамдағы адам деген сөз. Егер сіз менен тараған командаға қосылатын болсаңыз, біз сізден не күтіп тұр? Қараңыздар. Сіз тіркелдіңіз дейік, мен сізге сразу айтам, біз сіздің екі командаңызды да алып кетпейміз. Біз сіздің бір-ақ командаңызды алып кетеміз. Сіз кеп тіркелдіңіз. Сіз бірде-бір адам шақырған жоқсыз дейік. Просто келіп шешім қабылдап, бір жантақ өнімін алып денсаулыққа қосылдыңыз ба? Сіз кеп тіркелдіңіз. Міне, біз сіздің екінші жағыңызға бірде-бір адам тастамаймыз, тіркемейміз. Бірақ сіздің бір жақ командаңызды алып кетеміз. Міне, сіздің астыңызға бір адам, оның асты былайынан 2, міне осылайынан сіздің бір командаңызды алып кетеміз. Сіз бірде-бір адам шақырмағанның өзінде, осы біз құрып берген командамен, оны сіздің астыңызға бұл адамдарды, сіз болмасаңыз да басқа бір адам болса да оның астына құрамыз. Именно сіз үшін демейін, ол өзіміз үшін. Біздің командадағы барлығымыз екі командамыз уже толып қойған, ары қарай күнделікті келіп атқан 20, 30, 40 регистрация күнде болып жатыр. Біз ол адамдарды қайда жібереміз? Команданың асты, оның асты, осылайынан жасап кете береміз. Біз сіздің бір жақ командаңызды алып кетеміз, міне, бір жақ командаңыз кете береді. Ал енді екінші жағыңызға бірде-бір адам тастамаймыз. Басқа компания, любой бинар, любой жерге барсаңыз да, дәл осы нәрсені любой мықты лидер істеп береді. Бір жақ командаңыз алып кетеді. Ал бірақ басқа компанияда сіздің осылай бір жақ командаңыз кетіп, обороттар кетіп жатыр ма? Сізге бұл жағыңыздан $1 миллиард оборот болса да бір тиын ақша түспейді ғой. Ал бізде компанияның маркетинг планының ерекшелігі сода, екінші жағыңызға бірде-бір адам жоқ, бір веткамен жасап отырсыз ба? Міне, мына жерге бір адам тіркелді ма, структурный түседі, бір адам тіркелді, структурный түседі. Міне, осылайынан кете береді. Кім қандай пакетпен тіркеліп жатыр, сізге келіп структурный келіп түсіп жатыр ма? Сіз осы біз жасап берген бір ветканың өзімен 42 миллион теңге табыс алып шығасыз. Чисто. Ешқандай турбонус, автобонус шаппайсыз, но чисто бір команданың өзімен 42 миллион теңге табыс тауып шығасыз. Сізге ақша түсіп жатыр, бірде-бір адам шақырған жоқсың. Бір командаң жасалып жатыр, ақша түсіп жатыр. Уже аптасына 100 мыңдап, 200 мыңдап алатын дәрежеге жеттің, кетіп жатыр.
Сізге уже қызық болады, қалай түсіп жатыр, не істеп жатыр. Міне бір ветканың өзімен түсіп жатыр. Сөйтіп отырып қызығып уже адамдар сұрап бастайды. Сол кезде сіз адамдарға айтып жатсыз. Міне деп осы системаны, осы видеоларды жіберіп көрсетесіз. Ол адам кеп тіркелем деді, сіз қайда тіркейсіз? Мына жаққа бірде-бір адам тіркемейсіз. Бұны біз өзіміз үшін алып кетіп жатырмыз сіздің бұл команданы. Сіз бір адам келді ма, міне мына жерге тіркейсіз. Тағы бір адам кеп қалды дейік сізге, тіркелем деп. Сіз оны осының бір қолына тіркейсіз. Одан кейін тағы бір адам. Сіз де дәл осы сияқты міне бір команданы алып кетесіз. Мысалы, мына адамдарға бір адам тіркелді ма, нау ақша түсіп жатыр. Мына жерге бір адам тіркелсе, наған үстіндегілерге ақша түсіп жатыр. Бір адам тіркелсе, әр қайсымыз табыс түсіп жатыр. Сонда мына адамда өзіне, мысалы, тағы адам тіркей ма, екінші жағына, мына адам ба өзінің екінші жағы бүйтіп кете береді. Міне көрдіңіз ба? Сонда сіз бір жақ командаңыз жасап береміз. Екінші жағыңызды осылайынан өзіңіз тіркеп адамдарды өсетін болсаңыз, Алла қаласа мықты топ лидер болып, турбонус, автобонус, квартирный бонус барлығын алып шығаласыз, барлығын аласыз. Ал егер сіз жарайды кеп тіркелдім, ойбай мен адам шақырамайым, сетевой бизнес істеп көрмегем, мен әшейін тіркеліп күйіп қалып кетпеймін ба деген кісілерге мен сізге айтамын, жаным ау, мына жағың жоқ болса да, мына жағың бірде бір адам жоқ дейік. Сіз ба? Біз мұнаны өзіміз үшін сіз тіркелдіңіз ба, орын алып, кетіп жатыр ма, жасап жатырық па, бір веткаңыз жасап береміз. Жарайды, екінші жағыңа бірде бір адам тіркемек қой. Тіркемей қалғанның өзінде сен осы бір веткамен 42 миллион теңге табыс тауып бізге рахмет айтатын боласың. Сол себепті кеңіздер, қосылыңыздар. Сетевой любой компанияның лидері болсаңыз, давайте жолға кездесейік, сызып, реттеп көрейік. Бүкіл компанияға барғанда да жасайтынымыз бір жұмыс. Адам шақыру, оборот жасау. Лучше өзіміздің күшімізді болатын жерге. Любой лидер. Көп адамдар өздерін лидермін деп айтады, лидермін деп кеудесін қағады. Но нағыз лидер адам қандай? Бәріміздің мақсатымыз сол. Шақырған адамың компанияға тіркеліп табыс тапса, рахмет айтса, соның өзі бізге үлкен нәрсе. Ал енді қараңыз, сіз мына жерге бір адам шақырасыз, бір веткасын алып кетесіз, бір тиын ақша түспейді. Содан кейін ол адамда реніш сол кезден басылады. Бұл жақта қалай? Бұл жақта сіз шақырған адамның бір веткасын өзіміз үшін алып кетіпсіз деп кетіп жатыр. Ол адам жарайды, бірде бір адам шақырмаған өзінде 42 миллион теңгеге дейін табыс алып шығуға болады. Ертең ол сізге өмір бақи рахметін айтып өтеді. Көрдіңіздер ма? Күшті осы жаққа салайық. Бір адам кеп, мына жерге кеп, мысалы қараңыздар, тіркелді ма? 12 адамға ақша түсіп отыр, қараңыздар. Бір адам тіркеледі, 12 адам ақша табады. Бір адам тіркеледі, 12 адамға табыс түседі. Әр тіркелген сайын 12 адамға ақша түсіп отыр. Сонда міне, сіз шақырған, 10 шақырған адамдар табыс тауып, ары қарай команда жылдам өседі. Сол себепті біздің маркетинг план осы. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Осы жерде менің жеке номерім жазылған. Осы номерге хабарлассаңыздар болады. Ары қарай сұрақтарыңыз болса, командаға келіп қосылыңыздар. Бір ветканы жасап береміз, для себя болсын. Екінші жағын көтересіз, көтермегенде бір веткамен 42 миллион теңге табыс алып шығуға болады.